5 жыл именно карьерам негізі нағыз пикін десем болады, сол жерде өлтіріп тастағым ғой. Жаңағыдай финансовый именно ақша керек болғаннан кейін, қысылғаннан кейін уже жұмыс істеп кеттік та ол кездері. Не ғой, кімде екенін айтпай қояйын, но бірақ телохранитель болып істедім 5 жыл. Сол кезде немен автомат, мен автоматчик деген, третий номер, да. Мысалы алдында главный машина болса, артында замыкающий машина, да. Сол жерде автоматчик болып, артқа неде отырасың да, енді лишний раз шықпайсың, только светить етпейсің, қаланың ішінде автоматпен. Сосын жұмысың анандай ғой, автомат құшақтайсың да ұйықтайсың ғой. Телохранитель деген просто не үшін кеттім, в основном деградация, да. Тупой боласың, да. Сол үшін кішкене басқаша да развиваться ету керек, или там просто біреудің өмірін өмір сүріп атасың, да. Вот сол үшін, да. Хотя бы басқа нәрсе істеп, даже болмаса да, зато істедім деп, зря өмір сүрмедім деген әңгіме, да. Сол психологический плане ішіңде, непонятка болып жүрді менде. Ойлаған нәрсемен істеп жүрген нәрсем сәйкес келмегеннен кейін гармония болмады да, и сонымен тастадым ғой сразу.